Қайырлы күн, қазақ елі. Қант диабетінің 5 басты белгісі. Біріншісі, қатты шаршау. Түнде жақсы ұйықтап тұрсаңыз да, таңертең тынығу сезінбей, дел сал болып, үнемі шаршау күйде жүресіз. Бұл ағзаның сусыздануы және тұтынылған қантты энергияға айналдыра алмайтындығына байланысты болуы мүмкін. Екінші, шамадан тыс шөлдеу және зәр шығару. Қант диабеті бұл қандағы артық қанттың, яғни глюкозаның жинақталуының нәтижесі. Сіздің бүйректеріңіз қалдықтарды сүзіп, артық қантты сіңіру үшін шектен тыс жұмыс істейді. Үшінші, үнемі аштық сезімі. Организмде жинақталатын және қолданылатын энергия жетіспегендіктен қант диабетімен ауыратын адам үнемі өзінің қарнын аш сезінеді. Төртінші, баяу жазылатын жаралар. Глюкозаның жоғары деңгейі ағзадағы қан айналымын кері әсер етеді. Соның салдарынан терідегі жарақатқа тиісті мөлшерде қан жетпей, оның жазылуы әдеттегіден ұзаққа созылады. Бесінші, жатын бөлмедегі проблемалар. Әлемдік диабет қауымдастығының мәліметтері бойынша, ерлердің 50% мен әйелдердің 25% осы аурудың салдарынан жыныстық проблемаларға немесе жыныстық құмарлықтың жоғалуына тап болуы мүмкін. Сіздермен болған мен, Мадина. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.